Жасөспірімдер арасындағы кездесіп жатқан зорлық-зомбылықтың себебі неде деп ойлайсыз? Мысалға балаға үйде қандай тәрбие берсек, айқайлап, ол мысалға бізге айқайламайды, жауап қайтара алмайды ғой. Ол далаға шығып, балалардан соны шығарады деп. Жалпы өзіңіздің балаңызға біреулер әлімжеттік жасаса, қандай шара қолданатын едіңіз? Бұлай жауапсыз қалдырмас едім. Ең басты себебі қазіргі интернетке неограниченный доступ дейді ғой, содан болып жатыр. Балалар сол жақтан жаман тәрбие алып жатыр деймін. Енді ешқандай ата-ана жамандық үйретпейді ғой. Балалар бір-біріне неге күш көрсетеді? Ата-ананың саясаты басқашалау, өзіңді төмендетпе, өзіңді көтермеле дейді. Сондықтан ең бірінші отбасынан шығатын нәрсе ол аяма дейді өзіңе тиген адамды. Сондықтан балалар арасында мейірім аз қазір. Поддержка керек қой балаға, тәрбие керек, өнеге керек. Сол бала ата-ананың присутствиесі аз баланың өмірінде, содан. Енді ол индивидуальный әрғай бала әртүрлі ғой. Отбасыдағы социальный положение баланың ішкен жегендерінде қазір неде контроль жоқ, бақылау жоқ, бала көшеден энергетик ішеді, оның бәрінің составында баланың психикасына бәрі нетеді. Жаңа колбаса анау-мынау жетеді, оның да составында қазір көп нәрселер. В первую очередь сол нәрселер питаниедан қадағалау аз. Әлімжеттікке тап болды дегенде, ондай жағдай болып жатса, бірінші отбасында баламен сөйлесу керек. Бала неге, не себептен сондай күші жетпей, әлі жетпей, не только физически, хотя бы өзінің сөзімен, сауатымен неге өз-өзіне тұра алмаған баладан іздеу керек оны нәрсені. Мұғалімдердің өзінің уақыты жоқ балаға қарайтын, потому что олар загружены жазумен, сол тәрбие керек. Көп нәрсе керек қой енді. Баланың уақытысы, свободный время аз болу керек балада. Бір нәрсемен занят болу керек, постоянно самозанятый болу керек, балада цель болу керек, соны ояту керек балада. Қатыгездікте, адамдардың қатыгездігінде деп ойлаймын. Қатыгездік қайдан шығады? Дұрыс тәрбие бермегеннен шығар деп ойлаймын. Кезінде травма болады, мысалға. Көп жағдайлар болады ғой, мысалға. Жағдай жоқ отбасы болады, мысалға. Жетіспейді бірдеңе. Сондайлардан болатын шығар. 8 жасар кішкентай қызды білемін да өзім. Ойыны сондай өлтіру, жою, қыру деген сияқты. Сондай ойындар ойнайды мысалға да. Ойынның өзін дұрыстау керек деп ойлаймын. Ғаламтор қолдарында тумай жатып телефоннан көрмейтін нәрсенің бәрін көреді. Мәселен, біз өскенде ондай телефон сұмдық болған жоқ, зорлық-зомбылық дегенде болған жоқ. Енді біз совет өкіметі кезінде өскен адамдармыз ғой. Қазіргі жасөспірімдер телефоннан көрмейтінді көреді. Әр жастың өзінің ыңғайлы көретін нәрселері бар ғой. Оларға бәрібір. Балалар күш көрсету ол әртүрлі ғой. Ойнап көрсетеді. Мысалы, ойнайды бір-бірімен. Өздері сөйтіп дамып орталар ғой дамитын. Не болмаса жаңағы сол шетел киноларды көріп алады да, біреу бір пистолет қолына алып бәрін қырып жүр, идеал ретінде көреді, мысалы. Соны өмірде қолданғысы келеді, көргісі келеді. Балалардың дұрыс тәрбие алу ол әр отбасыға байланысты. Отбасында қалай тәрбиеленеді. Бізде қазақи мысалы отбасы біреу әке-шешесіне сіз деп жүрсе, біреу орыстарға еліктеп сен деп сөйлейді. Бірақ ол сен деп сөйлегеннен әке-шешесін сыйламайды деп айтамаймыз. Әркім әртүрлі. Біреу енді жақсы тәрбие беріп, үнемі қарап, қадағалап отырады. Біреу таңынан кешке дейін жұмыста, мысалы. Сондықтан дұрыс тәрбие бере алмайды. Егер де ғаламторды білімге ұстанса, ол керемет мүмкіндік ашады ғой. Тіл үйренем десе де, басқа саяхат жасайым десе де, барлығына мүмкіндік бар. Өкінішке орай 70% балалардың түкке керек емес TikTok, қысқаша нелер, соны түсіру үшін неше түрлі сұмдыққа түседі ол балалар. Сол сұмдықтың бәрі осы ғаламтордың қолда болғанынан деп есептеймін.